Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кешкі асқа өте ерекше, өте дәмді тағам бао булочки с начинкой дайындаймыз. Начинкасын өздеріңіздің қалауларыңызша өзгертуге де болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен осы видеомен бөлісіңіздер. Ең бірінші тестамызды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға су, сүт, дрожжи, қант, тұз, сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, оның үстіне ұнымызды салып, тестамызды илейміз. Одан кейін оның үстіне ерітілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап билейміз. Жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Етімізді саламға етіп осылай турап аламыз. Ең бірінші қуырып, одан кейін толып пісіріп аламыз. Пиязды, перецті, морковьті осылай турап аламыз. Біздің тестамыз көтеріліп дайын болды. Енді оны екі бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Одан кейін арнайы насатканы немесе осылай бокалдың көмегімен дөңгелек етіп кесіп аламыз. Үстіне сұйық май жағамыз, одан кейін бүктейміз. Мантываркада суы қайнағаннан кейін үстіне қойып 20 минутта пісіріп аламыз. Етіміз піскеннен кейін үстіне пияз, чеснок, морковь және перецті аламыз. Одан кейін үстіне соевый соусымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Міне біздің керемет кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.